Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, Атырау арнасының тікелей эфирінде Иман нұры бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламамызға арқау болар тақырып бұл насихаттың сапасы мен сауаттылық жөнінде болмақ. Діни сауаттылық қашанда күн тәртібінен түспеген мәселе, ал осы ел алдында айтылатын уағыз насихаттың сапасы мен сауаттылығына қаншалықты мән беріледі. Асыл дінімізді, халқымыздың әдет ғұрпын, салт дәстүрін, тарихын жете түсіндіру бұл дін мамандарының басты міндеті екенін білеміз. Алайда осы дін саласындағы мамандардың білім біліктілігі қандай деңгейде? Осы және өзге де сауалдар төңірегінде біз бүгін бағдарлама барысында кеңінен әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Атырау облысы бойынша өкілі Иманғали мешітінің бас имамы Алтынбек Отысқанұлы. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Алла разы болсын, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір, жақсы бәрі, алхамдулилля. Бәрекелді. Осы орайда қадірменді телекөрермен айта кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің бағдарлама тақырыбына қатысты сұрақ, сауалдарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, экран астында көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласуларыңызға және де WhatsApp желісіндегі біздің номерімізге сұрақтарыңызды жазбаша түрде қалдыруларыңызға болады. Сондай-ақ тағы да айта кетейін, біз тікелей эфирде біздің бағдарламамыз Атырау радиосының да әуе толқында тікелей эфирде, жолдағы, сапарда, көліктегі тыңдармандарымыз үшін тікелей эфирде жүріп жатқанда қаперлеріңізге саламыз. Қош келдіңіз, тағы Алтынбек Отысқанұлы. Енді алдымен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, яғни Қазақстан мұсылмандарының қара шаңырағының құрылғанына 30 жыл толған екен. Осы мерейтоймен құттықтаймыз. Рахмет. Осы 30 жыл аралығында көптеген игі істер жасалды, атқарылды. Оның барлығын көріп біліп жүрміз. Десек те, осы 30 жыл көлеміндегі игі істер туралы бір шолып өтсеңіз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алла Тағала ең әуелі елімізге тыныштық берсін, береке, бірлік, ынтымағымызды арттыра берсін деген келеді. Және де бүгінгі сұраққа келетін болсақ, яғни діни орталығымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына мінекей Аллаға шүкір 30 жыл толып отыр. Яғни 1990 жылы қаңтардың 12-сі күні бөлек өзі құрылған еді. Одан бұрын Өзбекстандағы діни басқармаға бағынышты, сол ортаға қарап тұрған болатын. Аллаға мыңда бір шүкір, кейін өзі жеке құрылып, көптеген игі шаралардың мұрындық болып келе жатыр. Атап айтатын болсақ, өзіміз жеке муфтиіміз тағайындалды. Сонымен қатар 68-ақ мешіт болған болса, сол кезде қазіргі таңда 3000-ға жоқ, яғни мешітіміз, намазханаларымыз ашылып отыр. Нақты айтқан кезде 2600-дей үлкен мешіттеріміз бар. Діни мамандардың саны 3000-ға жоқ қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Бірде-бір медресе болмаған болса, қазір 9-ға жоқ медресе бар. Оның жаңағы 4-5-еуі колледждік деңгейде, мемлекеттік деңгейде статусқа ие болып отыр. Сонымен қатар мынау жыл сайын қариларымызды шығаратын орталықтарымызда, медреселерімізде ашылған, 2 медресеміз бар қазіргі таңда. Сондай-ақ діни жоғарғы білімді дайындайтын, яғни магистр бар, бакалавр бар, докторларым бар, дайындап шығаратын, кешегі күні ата-бабамыздың арманы болған Нұр Мүбарак университеті ашылып, бүгінгі таңда көптеген білімді, білікті мамандарды шығарып, елімізге жіберіп, қазірден жұмыс істеп жатыр. Былай айтқан кезде, ауқымды түрдегі істелген іс-шаралардың өзі осындай, одан да бөлек көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Оның өзі де бір осы еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейін бір тәуелсіздіктің арқасы, тәуелсіздіктің
нығметі деп те бір айтуға болатын шығар. Әрине, бұл ең бірінші біздің шүкір ететін нәрсеміз, бұл тәуелсіздігіміз. Тәуелсіздік болмаса, жеке дербес болып, діни басқарма құрылмас еді, жеке муфтиіміз тағайындалмас еді, жаңағындай мешіттер бәлкім ашылмас еді, медреселеріміз жарық көрмес еді, ол жерден қанша мамандар шықпас еді. Бұның барлығы айналып келген кезде, қандай да бір үлкен жетістікке жетіп отырсақ, ол тікелей тәуелсіздігіміздің арқасы, Алланың берген бізге үлкен сыйы, нығметі ол тәуелсіздік. Сол тәуелсіздіктің арқасында міне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрылып, биылғы жылы 30 жылдығын үлкен мерейлі той ретінде, Аллаға шүкір айту ретінде атап өтейін деп отыр. Атап өтудегі мақсат бір тойлап өткізуіміз, сол 30 игі шараларды істеп қалу, соның аясында мысалы жаңағы құдық қазып қалу 30, халыққа су ішетін және мүмкіншілігіне қарай адам жүретіндей болса да көпірлер салып қалу, 30 мыңдаған тал ағаш егіп қалу, жаңағы 30 шәкіртақы тағайындап студенттерді, оқушыларды оқытып қалу, міне осы сияқты игі шараларға мұрындық болып қалса деген бір 30 жылды ерекше айрықша атап өтейін деп отыр. 30 мешітке ремонт, жөндеу жұмыстарын жүргізу деген секілді көптеген жоспарлар бар. Бәрекелді. Енді осы жоспарлар жалпы оңды сәтімен жүзеге ассын деп тілек білдіреміз. Жаңа өзіңіз енді муфти деп айтып қалдыңыз. Жалпы енді Қазақстан мұсылмандарының жалпы басын бір арнаға тоғыстыратын бұл басшы болады, діни басшы, яғни муфти деп айтып қалдыңыз. Осы 30 жыл ішінде жалпы қарап отырсақ 4 муфти ауысқан екен, сайланған екен. Кешеде көріп отырмыз, жалпы осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрылған кездегі муфтилерге құрмет көрсетіп, шапан жауып, игі дәстүрмен қонақжайлығын білдіріп жатыр екен. Жалпы енді осы мамандардың, жалпы осы муфтилердің осы уақыт аралығындағы осы дін жолында жасаған қызметтеріне қаншалықты қандай баға беруге болады? Білім біліктілері, мамандармен жұмыс жасаудағы деңгейі қандай болды деп айта аласыз? Көптеген игі шараларға әр муфти өз кезеңінде мүмкіншілігіне қарай мұрындық болды деп айтуға болады. Көптеген игі шаралардың атқарылуына себепші болды. Нақты айтқан кезде жаңа 4 муфти ауысты. Оның біріншісі Ратбек қажы Нысанбайұлы деген бас муфтиіміз болып тағайындалған еді. Ол кісінің ең үлкен атқарған іс шарасының бірегейі ол Өзбекстаннан бөліп алып шығу оңай болған жоқ. Тікелей өзінің атсалысуымен осы діни басқарманы бөліп алып, негізгі фундаментін қалады бұл айтқан кезде. Діни басқарма бұл өте үлкен ол кісінің біздің елімізге жасаған орасан еңбегі деп айтуға болады. Ол кісіге Алла разы болсын. Одан кейін Әбсаттар қажы Дербісәлі бас муфти болып тағайындалды. Ол кісінің кезінде де көптеген мәселелер жасалды. Жаңа айтып отырғанымыздай медреселер ашылды. Сол кісінің кезінде университет ашылды. Білімді білікті мамандар шыға бастады. Және имамдарымыздың мына үстіндегі бірізділіктегі шапан киім үлгісі сол Әбсаттар қажы Дербісәлінің кезінде айтқан кезде бір ізділікке түскен еді. Және имамдар институты деген екі айлық имам, кез келген имам барып білімін арттыратын орталық ашылды. Міне осының өзі ол кісінің істеген орасан еңбегі деп айтуға болады. Одан кейін Ержан қажы Малғажыұлы келді. Ол кісі де мынау қазіргі таңдағы біздің еліміздегі жат ағыммен тікелей күресу жолдарын қарастырды. Дін мен дәстүр жылы деп атап шығып, кешегі біздің ұмытып қалған әдет ғұрыптарымызды жандандыру мақсатта кітаптар шығарылды. Және сол жыл атауының аясында қаншама насихаттар жүргізілді. Республикалық ақпарат насихат тобы құрылды. Жергілікті ақпарат насихат тобы құрылды. Және сонымен қатар білімді де білікті шетелден оқып келген мамандарды тартып, сол жаңа топтардың ішіне жұмылдыру арқылы республика бойынша уағыз насихаттар жүргізілді. Міне осы сияқты көптеген игі шараларға тікелей Ержан қажы Малғажыұлы мұрындық болды. Және ол Ержан қажы Малғажыұлы келген кезде мынау Қасеке деген Түркиядағы арнайы, сол Түркиядағы докторлар оқитын, білімін жетілдіретін академия бар. Сол академияға келісім шартқа отырып,
біздің имамдарымызды, жаңа медресе бітірген түлектеріміздің сол академияда оқуына үлкен бір мүмкіншілік туғызды. Міне осы сияқты игі шаралардың басқасынан табылды. Ол кісіге де Алла разы болсын дейміз. Одан кейін Серікбай Қажы Ораз міне бас муфти болып тағайындалды. Ол кісі де көптеген игі шаралардың басында қазіргі таңда табылып келе жатыр. Атап айтқан кезде Алматыдағы діни басқарманы негізгі бөлігін Астанаға көшірді. Және сонымен қатар рухани астанамыз саналған Түркістан облысында да діни басқарманың филиалы ашылды. Және де имамдар мына форумы деген жаңағы өткізіліп келе жатыр. Міне сол секілді көптеген игі шаралардың басынан осы Серікбай Қажы бас муфтиіміз табылып келе жатыр. Сондықтан бұл менің айтып отырғаным тек қана негізгілер ретінде ғана жеткізіп отырмын. Жалпы бұдан да бөлек қаншама игі шараларды әр муфти өз кезегінде істеді деп айта аламыз. Иә, бәрекелді, түсінікті. Біз де бұл кісілердің жасаған қызметтеріне алғыс білдіреміз, Алла разы болсын дейміз. Енді жалпы иманды қоғам құруда осы әлем елдерінің немесе көршілес достас халықтарының тәжірибесі қаншалықты қолданылады? Негізі біздер қай мемлекетте көршілерден жақсы бір нәрсе көрсе, соны алып өзіміздің елімізге қолдануға жаңағы әрекет жасаймыз. Алайда қазіргі таңда мына біздің көршілес елдердің көбі Қазақстан елімізден яғни көп тәжірибелер алып жатқан жайттар бар. Яғни бізден де алып жатыр. Бізден тәжірибе көбірек алып жатыр. Өйткені біздердің олармен салыстырмалы түрде қарағанда қазіргі таңдағы діни бағытымыз, діни дамуымыз, діни жолдағы олардан қарағанда әлде қайда алға жылжыған деп айтуға болады. Алайда біздің де тәжірибе алатын мемлекеттеріміз бар. Нақты айтқан кезде, мысалы, Түркия мемлекетімен қаншама рет муфтилерімізбен бірге барып тәжірибе алмасып, олар өйткені келгенбіз, олар өйткені көптен бері бұл салада қызмет етіп келе жатқан ел, және мемлекеттік тұрғыдан бұл діни мәселеге қаралатын ел, және тіпті облыстың жаңағы муфтилер дейміз ғой. Муфти деп айтқан олар өкіл имам, бас имамы, яғни муфти деп айтады оларда. Соның өзін президент тағайындайтындай деңгейге жеткен, және кез келген имамдарымыздың мемлекетінен жаңағы жалақы алынады арнайы, және бүкіл мәселесі имамдардың, мешіттердің шаруашылық мәселесі түбегейлі мемлекеттің бюджетінен бөлінеді. Ол деген сөз мемлекеттік деңгейде оларда діни мәселенің жоғары дамып кеткендігін көреміз. Сондықтан осы Түркия секілді мемлекеттерден біз қазіргі таңда тәжірибе алып келе жатырмыз. Және сонымен қатар мысалы бізден де олардың кейбір нәрсеге қазіргі таңда қызығып қарайтын жақтары да жоқ емес. Олардың бірақ көбінесе әрине бізден көш ілгері алға кеткен. Және Малайзия мемлекеті білесіздер, ол жерде халал стандарттың мынау жолы бірізділікке түскен, өте қатты дамып кеткен. Және зекет беру деген нәрсе бізде енді ғана садақамен бірге ажыратып алып жатқан жайт бар, бірақ оларда мемлекеттік деңгейде зекет жинау деген нәрсе өте қатты дамып кеткен. Сосын мынау қажылық деген исламның бір парызы, ол да мемлекеттік деңгейде жүргізіледі. Мысалы Малайзия мемлекетінде, және Малайзия мемлекеті экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан, діни ахуалдық тұрғыдан өте жоғары дамыған мемлекеттердің қатарына жатады. Бірақ соның бәрін қарап отырсаңыз, исламның шариғатымен ұштастыра отырып, мемлекеттік деңгейде көтерген. Міне осылар мемлекеттерден де біз қазір алып жатқан жақтарымыз бар. Яғни сонымен қатар Мысыр мемлекетінден білім алу тәжірибесі деген сияқты. Міне осы секілді шетелдегі ал көш ілгері кеткен мемлекеттермен де тәжірибе алмасу діни басқарманың негізгі жоспарында бар, және алып та келе жатыр. Бәрекелді, түсінікті. Енді жаңа өзіңіз шет мемлекеттердегі тәжірибелерді айтып отырсыз. Енді өзіміздің осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан жалпы осы халыққа жеткізілетін насихат, уағыз насихат, әртүрлі жаңағы кітаптар дейміз, ақпараттық құралдарының барлығына қаншалықты маңызға ие, және оны
осы халыққа жеткізуде басшылыққа алатын әдістері бар ма? Негізі бүгінгі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ішінен арнайы ғұламалар кеңесі деген ашылған болатын. Көптен бері жұмыс істеп келе жатыр. Бұл ғұламалардың ішінде еліміздегі ең мықты, тәжірибелі, білімді де білікті адамдар құрылған. 18-ге жуық ғұламаларымыз бар, яғни ғалымдарымыз бар ол жерде. Олардың мына қазіргі таңдағы діни еліміздегі өзекті мәселелерді ортаға салу арқылы соған сәйкес кітаптар жазып шығарады. Соған сәйкес пәтуалар береді. Соған сәйкес жаңағы небір құралдар шығарады. Міне сол құралдарымен, кітаптарымен жаңағы шығарған пәтуаларына сүйене отырып, Қазақстан бойынша барлық имамдарымыз насихаттарын жүргізеді. Яғни біздің ғұламалар кеңесінің бұл жердегі жаңа сұраққа тікелей айтқан кезде атқаратын рөлі өте жоғары. Одан кейін пәтуа бөлімі бар. Және сонымен қатар біздерде хикмет студиямыз бар. Және барлық облыстарда бір-бір сайтымыз ашылған. Олардың барлығы яғни қазіргі таңдағы насихатты, халыққа дұрыс насихатты, сапалы насихатты жеткізетін негізгі құралдар болып табылады. Яғни ең бастауы ғұламалар кеңесінен іріктеліп алынып, барлығы дайындалып, одан кейін жаңағы ақпарат көздерімен жеткізіп келе жатқан жайттарымыз бар. Түсінікті. Енді біздің WhatsApp желісіне де сауалдар келіп жатыр екен. Бағдарлама барысында қоя жатырмыз. Енді жалпы ислам жүйесінде, исламдағы білім алу жүйесінде жалпы хадистерімізді, пайғамбарымыздың қалдырған хадистерін дұрыс түсіну үшін, оның хадистерін жүйелі түрде анықтап білу үшін жалпы мамандарға қойылатын, соны жеткізетін, халыққа жеткізетін дін саласына мамандарға қойылатын талаптар бар ма? Қандай талаптар қойылады? Негізі кез келген адам пайғамбарымыздың бірден бір хадисін оқи салып, мен міне түсіндім деп жеткізе салуы қиын. Соның салдарынан болып қазіргі таңда кім көрінген, яғни өз білімімен кітаптан алады да, өзінің деңгейінде білімді алады да, соған сәйкес пәтуа береді да, елдің ішінде фитнаға шығуына, бүліктің шығуына, имамға жамағаттың қарсы қоюына себепкер болып қалып жатыр. Бұл хадис деген өте үлкен терең ғылым. Хадистің өзінің ішінде деңгейіне қарай бөлінеді. Мысалы, бірінші сахих хадис дейміз. Бұл сахих хадистің өзі ішінен қаншама тармаққа бөлінеді. Ахад дейді, мутаватир дейді, лизати, леғайреки дейді. Яғни бір адамнан жеткен хадис, көп адамнан жеткен хадис, сахих хадис, және насық, уамансық дейді. Алдында түскен пайғамбарымыз айтқан бір мәселеге байланысты. Кейін тағы бір мәселеге байланысты, алдында түскен оқиғаға байланысты күшін жойып кететін хадистер бар мысалы. Мысалы айтатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басындағы қабірлерге бармауды тиған болса, баруды тиған болса, одан кейін келіп, барыңдар, өмірден өтетінде өздеріңді еске аласыңдар дейді. Яғни алдында бармаңдар деген хадисте сахих, мынау да сахих. Бірақ екі сахих дегеніміз достоверный орысша айтқан, яғни ең дұрыс сенімді хадис деген сөз ғой. Енді ана бірінші барма деп не үшін дейді, көп адам бір Алладан ғана сұрау, бір Аллаға ғана мінәжат ету, бір Алладан ғана тілеу деген нәрсені білмеді. Сөйтіп жаңағы тікелей аруақтан сұрап кете ма деген қорқынышпен барып жаңағы тиған. Кейін барып барлық Алладан сұрау керек, Аллаға ғана мінәжат ету керек деген нәрсені білген кезде, енді қабірге барып зиярат етіңдер, өмір өткен адамдарды көру арқылы, дұға қылу арқылы өздеріңнің де өмірден өтетіндеріңді еске алыңдар деп айтылған. Міне осы сияқты бүкіл хадистің барлығының астарына қарайтын болсаң, кез келген бір мәселеге байланысты айтылып отырады. Ал оның жаңа күші жойылып кеткен, жойылмай кеткен, бұның барлығын біздің арнайы мамандарымыз, ұстаздарымыз, сол салада оқыған имамдарымыз жеткізеді. Сол саладан жеткізген ұстаздар мен имамдардан алған дұрыс деп айтқанымыз келеді. Ал енді жаңағы сенімді хадистен кейін, одан кейін бір адам мысалы, сол хадисті мысалы алып келіп, пайғамбарымыздан мынау адам естіпті, мынау адам естіпті, ол адам қандай еді, ол өтірік айтатын беді, ол тіпті малдың өзін алдайтын беді, жоқ беді деген мәселеге дейін қаралады ол жерде. Соның барлығына егерде ол дұрыс қарап, жаңа малдың өзін алдамайтындай болған сенімді адам болса, ол пайғамбарымыздың аузынан шынымен де бұл хадис шыққан деген сол жаңағы сенімді хадистің қатарына кіреді.
Ал енді бір ортада бір күмәнді болса, ол деңгейі түсіп қалады. Бірақ пайғамбардан жеткен болуы мүмкін. Бірақ жеткізіп тұрған адамнан күмән пайда болатын болса, ол жаңағы сенімді хадистен түседі да хасанға хадис дегенге деңгейі түсіп қалады. Осының барлығы зерттелу керек қой, Бұның барлығы зерттелу керек. Бұның бәрі негізі бар нәрсе, бірақ соны оқу керек, тереңінен білім алу керек. Оны арнайы жаңағы медресе оқу, университет оқу, магистр оқу, докторлық оқу деген бұл жайдан жай емес қой. Соның барлығын оқыған адам ғана бұны түсініп жеткізе алады. Ал кез келген адам оны медресені көрмей жатып, оны мен оқып жаңағының астындағы мәселені түсініп кетемін деуі, ұстазды көрмей жатып өте қиын нәрсе. Қазіргі таңдағы көптеген жастарымыздың дұрыс емес пікірде, дұрыс емес пәтуа беріп, асығыстықта адам баласына пәтуа беріп, жаңағы адастырып жіберіп жатқандығының барлығы осындай білімді тереңінен зерттеп зерделемегеннен туындап отыр деп айта аламыз. Түсінікті. Бізде WhatsApp желісінде сауалдар келіп түскен екен. Көрерменіміз Айбар есімді көрерменіміз сауал жолдаған екен. Ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда осы дін саласындағы жалпы ақпарат құралдары, осы кітаптардың шығып жатқан барлығы бірізділікке түскені, сапалы және түсінікті тілде жазылғаны қуантады дейді. Алдағы уақытта осындай кітаптар тағы да шыға ма екен деп жолдаған екен. Әрине, біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ішінде арнайы кітаптарды аударып, немесе кітаптарды жазатын бөлім ашылды жақында. Сол бөлімнен енді көптеген еңбектер шығады деп күтіліп отыр. Түсінікті. Енді республикалық ақпараттық насихат тобы құрылғанын білеміз. Жалпы осы топ туралы айтып өтсеңіз, кімдер бар оның құрамында, жұмыс жоспары қандай жұмыстар жасайды? Діни басқарманың жанынан арнайы ашылған ранты деп аталады ол. Қысқаша айтқан кезде республикалық ақпарат насихат тобы. Тағы бір топ бар, жанты деп аталады, жергілікті ақпарат насихат тобы. Бұл республикалық ақпарат насихат тобында еліміздегі ең білімді де білекті, тәжірибелі, жан-жақты ойын жеткізе алатын, кез келген жерде сұхбат бере алатын, кез келген сұраққа жауап бере алатын адамдар, яғни мамандар таңдалып, алынып, содан құралған топты республикалық ақпарат насихат тобы деп аталады. Ол жерде биылғы жылы, міне 2020 жылы 38 адам таңдалып алынып отыр. Ол адамдар, яғни республика бойынша арнайы жоспарлы түрде барлық жерге жеткізілетін болады. Әр айда бір рет келіп отыратын болады. Олардың жаңа көбі арабша білетін, және қазақша жетік білген, және де салт дәстүр әдет ғұрыпты білген, қоғаммен санаса алатын, кез келген сұраққа жауап бере алатын мамандар болып табылады. Міне осы мамандар негізгі республикалық ақпарат насихат тобында деп айта аламыз. Ал енді жергілікті ақпарат насихат тобы өзі облыстың бас имамы оны қарап, жаңағы осы өңірлерде аудандарға барып уағыз айта алады, халыққа насихаттап жеткізе алады деп іріктеп алған адамдарды жергілікті ақпарат насихат тобы дейміз. Яғни олар өзінің ғана отырған мешітінде насихаттаумен шектелмейді, ол барлық аудандарды, ауылдарды аралаумен, сонымен қатар бүкіл қазіргі таңдағы діни ахуалды ара жігін ажыратып беретін, жан-жақты жеткізіп беретін мамандар. Бұл Қазақстан бойынша жалпы 400 былтыр 20-ға жуық мамандар ішінде қамтылған жантыда. Ал рантыда олардың ішіндегі ең білекті дегендері құралған. Бұл жыл сайын толып отырады. Жыл сайын толығады, немесе азаяды, солай болып отырады. Түсінікті. Көрермендеріміз сауал жолдаған екен. Діни ағымдардың ықпалында жүрген жастармен қандай байланыс бар дейді? Негізі діни ағымда, діни басқа жат ағымда жүрген жастарға біздің есігіміз ашық. Біз кез келген адамды қазіргі таңда бұлай кеудесінен итеріп қоймаймыз, және біз баршамыз бірігіп жұмыс істеу керек екенін насихаттаймыз. Біз сен жат ағымда жүрсің, сен жат ағымда емессің деп бөле жара қарамаймыз. Өйткені ол да біреудің ағасы, ол да біреудің жаңағы інісі, қазақтың баласы дейсіз, ол бір қазақтың баласы дегендей. Міне сондай бір аяушылықпен қарай отыра біз дұрыс жолды оларға насихаттаймыз. Аллаға шүкір, қазіргі таңда сол ойымызды түсінгендер, осындай әрекетімізді түсінгендер өздері келіп, сұрақтарын қойып, тіпті ұстаз деп мәселелерін жеткізіп жатқандарды көріп жатырмыз. Сондықтан ең бастысы, мен ойлаймын, жаңа кез келген жат ағымды, сен жат ағымдансың,
сен адасып жүрсің деген сайын біз оны өзімізге тарту емес, өзімізге дос қылу емес, өзіміздің жанымызға тарту емес, оларды керісінше итеру болып табылады. Сондықтан олармен дұшпандасуға болмайды деп ойлаймын. Керісінше оларға құшағымызды ашып, жақсы көркем мінезбен пайғамбарымыздың көрсетіп берген үлгілерін насихаттау арқылы тартуымыз керек деп ойлаймын. Яғни жүйелі жұмыстардың нәтижесінде өзіндік нәтижесін береді дейсіз ғой? Береді, және де жайлап беріп те жатыр деп айтуға болады. Енді Алтынбек Түсханұлы, мынау қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың дамыған уақыты. Енді біз көріп жатырмыз, әртүрлі осы технологияларды пайдаланып, ғылымға ден қойып жатқан жастарды көріп жатырмыз. Ол тек дін саласында ғана емес, басқа салаларда да. Енді жалпы осы дін саласындағы мамандардың осы әртүрлі технологияларды игеру, соның тілін білу, сол арқылы жаңа өзін жасап жатқан қызметімен байланыстыру қаншалықты маңызға ие? Технологияға мәселесіне келетін болсақ, біздердің діни басқарманың бірден бір талабы да осы. Қазіргі таңдағы барлық әлеуметтік желілерді, сайттарды игеруді басты ұстаным ретінде бізге жеткізіп отыр. Имамдар қазіргі таңдағы осы технологияны меңгеру керек деген басты шарттардың бірі. Өйткені қазір жастарымыздың көбі әлеуметтік желілерде тұрады. Яғни Инстаграмы бар, Фейсбугі бар, WhatsApp'ы бар, тағы да басқа. Және сайтта отыратындар бар. Көбінесе телевидение көре бермейді қазір, радио тыңдай бермейді. Сондықтан және мешітке де көбі келмеуі де мүмкін. Басқа сол Инстаграм, әлеуметтік желілер арқылы ақпараттар алып, басқа жатағымға да кетіп қалуы мүмкін. Міне осылардың алдын алу мақсатта кез келген имамның өзінің мүмкіншілігіне қарай Инстаграмы болу керек, өзінің Фейсбугі болу керек, өзінің WhatsApp'ы болу керек. Сол арқылы әлеуметтік желіде белсенділікті таныту керек. Өйткені қазір заманның талабы сол. Сіз мешітке келген адам, мысалы 200 адам болу. Алтынбек мырза, жаңа көрерменіміз оны шалса керек, тыңдап алайық. Алло, кеш жарық, сіз эфирдесіз, қадірменді көрермен. Сауалыңыз жолдай беріңіз. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сауалыңыз жоқ. Бүгін жақсы үлкен передача болады екен, насихаттың сапасы мен сауаттылығы туралы айтып жатыр екен. Тыңдап. Имамға қош келдіңіз деп айтып жатырмын, Атырау облысына. Қызметіңіз құтты болсын деп жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Мынау енді бағанағы насихат жөнінде айтайын десе, мына кісі шығарғанда, намаз оқығанда, мынау біздің Азия арнайы келген молдамыз насихат туралы көп айтады. Дұғасын оқымастан бұрын көп уақыт алады. Далада кісілер көп тұрады, қыстың көне дегендей. Жұрттар шыдай алмайды. Мына кісі не айтып кетті деп сондай не айтып жатыр. Соларға бір айтпайсыз ба, уақыт алмау керек. Кісілердің қырғын кісі тұр, бата оқуға келіп тұрған кісілерді айтамын. Ол өзінің насихаттарын айтып жатады. Бұны мешітте айтпауға болмас екен деп соны айтайын деп. Рахмет аға, қай өңірден хабарластыңыз? Атыраудан, атым арасында. Рахмет ағасы. Алло. Тыңдап отырмыз. Мына сосын екінші вопрос айтып отқаным ғой. Айта беріңіз, тыңдап. Мына айтып жатыр ғой, Мұхаммед пайғамбарымызды сабырлықпенен, біздің исламда сабырлықпенен айтуымыз керек. Оларға бірден тартып баспалмауымыз керек, басқа дінге адасып кеткен жастарды айтып жатырмыз. Бірақ ол сабырлық болғанда олай айтқанды түсінбейді ғой бұларға. Олар түсінбейді, ондай түсінгісі келмейді. Сондай адасып жүрген бір азамат деп сөйлесеңіз, ол тіпті менің сөзімді тыңдамай ләшіп кетті. Жоқ, біздікі дұрыс, осылай деп кері тартып жүрген жігіт қой мына. Осыларға не істеуге болады? Түсінбедім, көбейіп кетті осындайлар. Рахмет аға, хабарласып сауал жолдағаныңызға алғыс білдіреміз. Енді бірінші сұраққа келетін болсақ, бұл жалпы біздің діни басқарманың бұрыннан бері айтылып келе жатқан мәселесінің бірегейі. Кез келген жерде көп уақытты созып алмай, уағызды қысқаша нақты айту керектігі жеткізілген болатын. Яғни мысалы көптеген адамдар жиналған жерде, садақалы жерлерде 5 минут ары келсе уағыз айтып, ойынды жинақтап, жеткізу қажеттігі ескертілген. Енді бұл мәселені біз қазіргі таңда осы діни рәсімдерді бірізділікке, бір жүйелікке қою мәселесі қазір талқыланып жатыр. Соның ішіне кіргізіп отырмыз. Яғни имамдардың өзі уағыз айтқан кезде қандай бір ортада тұр. Сол ортаға санаса отырып, көп созып алмай, адамдарды жалықтырып алмай,
суықпен санаса отырып, ыстықпен санаса отырып, уағыз айту қажеттігін сол шарттардың ішіне қойып жатырмыз. Құдай қаласа бұл үндеуде жақын арада шығып қалады. Имамдарымызға да оны жеткіземіз, халыққа да жеткізетін боламыз. Және сонымен қатар, мысалы жаназада немесе садақаларда айта кететін нәрсе, көп адамға сөз жарыстырып, тіпті имам сөйлемесе де басқа адамдар сөйлеп, мәйітке қатысы жоқ мәселелерді айтып кеткенді де көріп жатырмыз. Митингі мәселесі бар тағы. Міне осылардың барлығын елдің үлкен алдында жүрген ардагерлермен, ақсақалдарымызбен, зиялыларымызбен ақылдаса отырып, бір-екі адам сөйлейтін болса, соның өзі жеткілікті деген сияқты бір ойларымызды жеткізгіміз келеді. Соның ішінде имамдардың да уағыздарын бірізділікке жаңағыдай қысқаша сөйлеу мәселесінде талқылау жоспарымызда бар. Жаңа екінші сұраққа келетін болсақ, әрине бұл жатағымға кетіп қалған адамдарды бірден райынан қайтару ол оңай емес. Оңай емес. Олар сол бағытқа кеткеннен кейін сол бағытты ғана дұрыс деп санайды да, жаңа келіннің бетін кім ашса сол ыстық деген қазақта сөзі бар. Сол ұстазы не айтады, сонымен ғана жүргісі келеді. Біз ондай адамдарға ерегесудің қажеті жоқ. Еш уақытта дінімізде болсын, адамның тарихында болсын, адамзаттың өзінің өмірінде болсын, ерегесіп, дұшпандасып, ұрсып, тартысып, бұндай насихатта бір жеңген жоқ. Бұл тіпті Мұса пайғамбарымыздың кезінде де мен құдаймын деп тұрған перғауынның өзіне Алла тағала қаулан ләйина, жұмсақ сөйле деген. Қаласа ол жыланғып таяғын соны құртып жібере алатын еді. Бірақ жұмсақ жеткіз деп айтуының астарында көп мәселе жатыр. Екіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне хадистерде болсын, аяттарда болсын келеді, хикметпен, даналықпен жеткіз дейді. Ал қазақтарда келеді үшіншіде, яғни жылан келсе де жаңа басына ақ қой деген бар. Жылы-жылы сөйлесең, жыланна іннен шығады деген сөздер бар. Осының барлығын қорытындылай келе, кез келген дін маманы, бұл жерде айтып отырмыз, көркем мінезімен, нақты амалдарымен үлгі бола білетін болса, бүгін болмаса да ертең күні ол кез келген адам ойланып, ақылы бар адам сабасына түсіп, сіздің жаныңыздан табылады. Бұған мен көптеген дәлелдер келтіре аламыз. Қаншама адам осындай халде келіп, райынан қайтып жатқандар да бар. Және бұл біздің жұмысымыз сол. Дін насиха, біз насихаттауымыз керек болды. Ар жағында шеттен тыс шығып, елдің ішінде фитна бүлік шығарып, біреуді біреуге қарсы қойып, немесе тіпті әкені балаға қарсы қойып, бір террорлық әрекетке барып жататын болса, онда мемлекеттің заңы бар. Тиісті органдар оған жазасын қолданады. Біздің мақсатымыз онда жаза қолдану емес. Біреуді ұрып соғып, күшпен кіргізу емес, райынан қайтару емес. Біздікі дұрыс үгіт насихатты жеткізу. Біз өзіміздің мақсатымызды білу керек болды. Біздің мақсат жеткізу. Мысалы, шайтанға, пайғамбарымызға бір ақиқатты айт деген кезде, менің мақсатым адамдардың ойына жаман ойларды салу деді. Ар жағында істеу-істемеу адамның өз еркінде. Дәл сол сияқты пайғамбарымызға айтады, сенің де мақсатың елге жеткізу ақиқатты, ар жағында істей ме, істемей ме, ол адамның өз қолында еркіне қарай. Соған қарай, еркіне қарай адамның Алла тағдырына жазады, соған қарай адам баласы өмір сүреді. Шайтанның өзі айтып отыр, оныкі тек қана мысалы ішімдікті жақсы қылып көрсету, құмар ойындарды жақсы көрсету, бірақ саған бар деп біреу айтып тұрған жоқ. Сен өзің қалауыңмен, ішіндегі нәпсіңнің қозуымен соны жаңағы соған тартуымен барасыз, жасайсыз. Міне сол сияқты біздердің де міндетіміз тек насихаттау, жеткізу. Бірақ жеткізу болғанда дөрекілік жеткізу емес. Жаңа айтып өткендей, хикметпен, даналықпен, амалмен үлгі болу арқылы жеткізуіміз қажет. Бәрекелді, түсінікті. Енді жаңа әңгімемізге, тақырыбымызға оралсақ, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, әрбір дін маманы жаңа әлеуметтік желіде, қазір әлеуметтік желілердің кең дамып жатқан кезеңі болғандықтан белсенді болу керек, өзінің ойын дін саласына дұрыс ақпаратты жеткізе білу керек деді. Енді сіздерді де көріп отырамыз, әлеуметтік желілерде осы дін саласындағы жұмыстарды белсенді түрде жүргізіп, халыққа жариялап отырғандарыңыз. Және де осы діни мәселеге қатысты басқа да әлеуметтік желіде көптеген парақтарды көріп қалып жатамыз. Жалпы оларға арнайы тексеру немесе қадағалау жұмыстары бола ма?
болады. Мемлекеттік тұрғыдан арнайы тексеретін органдар бар. Оның ішінде қандай да бір біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымызға, елдің ішінде фитна бүлік шығаратындай заңымызға қайшы мәселелер жарияланып жатса, оларға тиісті заң арқылы штрафтар салынады, яғни оларға жазалары беріліп жатады, тіпті қамауға дейін барып жатады олар. Сондықтан бұны мәселенің барлығы қазір қаралу үстінде деп айта аламыз. Кез келген адам өзінің ойына келген нәрсені сала алмайды, кез келген адам ойына келген насихаттай алмайды. Кейбір тіпті сайттарда, әлеуметтік желілерде бұғаттап тастайтын да жолдар бар. Қаншамасын бұғаттап та жатыр, жауып тастап жатыр. Бірақ та соған қарамастан бұл әрине әр адам қазір аша беретін мүмкіншілік бар. Бірінші жапса екіншісін аша береді. Бірақ дегенмен де өте сақ болу керек бұл салада. Тек тиісті мамандар, имамдарымыз және діни басқармаға қатысты бұйрық алған мамандарымыз ғана бұны жүргізгені дұрыс болып саналады. Өйткені кез келген адам біреуден алған нәрсесін беремін деп, тіпті сол арқылы тиісті мекемелерде сұраудың астына алып қалып жататындар да табылып жатыр. Түсінікті Алтынбек Тұтқанұлы, бізге WhatsApp желісіне көптеген сауалдар келіп жатыр. Енді бұның барлығын қою мүмкін болмай тұр. Өйткені біздің уақытымыздың да аяқталып келе жатыр шектеулігіне байланысты. Енді осы бағдарламаның соңында жалпы осы халыққа дұрыс дінді, асыл дінімізді, асыл құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді, тарихымызды жеткізуде алға қойған мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз қандай, сонымен бөлісіп отырсаңыз? Негізгі біздің мақсатымыз әрине кез келген насихатты жеткізу барысында біздің өзіміздің әдет ғұрпымызды, салт дәстүрімізді жаңағы ұштастыра отырып жеткізу. Біздің негізгі жоспарымызда. Сонымен қатар кешегі өткен билеріміз, шешендеріміз, батырларымыз, талай мына өткен әулиелеріміз бар. Солардың айтып кеткен сөздерін, ұлағатты сөздерін жеткізу арқылы халыққа насихаттасақ деген ойларымыз бар. Мысалы, биылғы жыл 175 жыл Дана Абайдың 175 жылы. Соған сәйкес біз Абайдың қара сөздерін жарыстар, байқаулар өткізсек деп отырмыз. Жастарымыз соның өзін жаттап өсетін болса, көптеген басқа жат ағымдарға кетіп қалмауына үлкен бір септігін туғызады. Міне осы сияқты үлкен жоспарларымыз бар. Және де болашақта қайырымдылық мекемесі, жаңағы медреселер ашсақ деген үлкен жоспарларымыз бар. Соның ішінде өзіміздің жаңа айтып өткен тарихымызды, салт дәстүрімізді жастарымызға миына құйып, соны насихаттап халыққа жеткізсек, оның астарында елдің тыныштығы жатыр, оның астарында елдің бірлігі жатыр, кешегі ұмыт қалған асыл құндылықтарды жандандыру мәселесі жатыр. Міне осылардың барлығы үшін иншалла халықпен бірлесе отырып жұмыс істесек деген үлкен жоспарымыз бар. Бәрекелді Алтынбек Тұтқанұлы, уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Осы алға қойған жоспарларыңыз орындалсын, сәтті жүзеге ассын деп тілек білдіреміз. Алла разы болсын. Алла жолында қызметтеріңіз тек сауаптан болсын. Рахмет. Алла сауаптан жасын. Елімізге тыныштық берсін. Әмин. Қымбатты телекөрермен, бүгін біз насихаттың сапасы мен сауаттылығы тақырыбында сұхбат өріп өткен болатынбыз. Хабарласып және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің көкейкесті сұрақ сауалдарыңыз жолдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Ұлттық құндылықтарымызды, асыл дінімізді, тарихымызды, салт санамызды кеңінен насихаттауда білімді, білікті мамандарымыз көп болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.